Мейлі әрі қарай мына осы Edon жартылай автомат жартылай өздігінен дәнекерлейтін құралғы туралы шолуымызды жалғастырамыз. Бұл құралғының аты Edon Smart Mic 175S деп аталады. Енді мынау жалпы түрі осындай. Бұған қоса мынандай бір жерге қосатын осындай бір қысқышы бар, тістеуі бар. Не болады? Кабель, сым. Содан кейін мынау электродтың орнына мынау ішінен мынау осындай әдейі 1 миллиметрлік сым үшін арналған осындай түтігі бар. Қосымша беріледі. Содан кейін 0,8 миллиметрлік тағы жезден жасалған осындай бір түтігі бар. Мынау бұралып нетпейді. Бұл былай суға салынады да, мынау ішінде жағы мынау серіппесі бар. Серіппесі ұстап тұрады. Содан кейін мына жерде жаңағы мынау қосатын тетігі бар. Осыны басқан кезде мынау қазір электрге қосамыз. Сол кезде мынаны басқан кезде мына жеріндегі мына бүйірінде мынандай бір сымды тартып бері қарай жіберетін мынау кабельдің бойымен да ішімен мынау бір орам осы сымды бері қарай жібереді. Мынау айналып, мынау тартқышы тартып, мына әрі қарай ішінен былай жібереді. Несінен көбінесе мынау қарапайым жасалған темірден емес, жайып пластиктен жасалған, пластмассадан. Негізінен мынау өте оңайда мынаған жаңағы кіргізіп, жаңағы сымды бері мына қыстырып жүрсең болды. Былай. Мынау үстіңгі дөңгелегі мынаны басып тұратын. Мынау артатын тартып әкететін. Соны былай енді қатты қыспай-ақ жай ұстата салсаң болды. Содан кейін мынаны былай өзінің ішінде серіппесі бар. Бұның бәрінің өзінің серіппесі бар, ең жақсы жері. Содан кейін керегінше қысасын, керегінше бос ұстатасын. Осындай, осын жауып тастайсың. Содан кейін мына қосып көрейік енді. Бұл екі түрлі дәнекер несі бар, жолы бар, дәнекерлеу жолы. Біріншісі мынау ММА деген, ол кәдімгі үйреншікті біздің электрод. Бұған тағы да бір кабелі бар, мынау электродты қыстыратын. Оның олдау дәл осы жерге жалғанады. Дәл осына жерге жалғанады. Оны ММА дейді, MMA. Сонан кейін оны мынау нені басқан кезде түймешен. Сол өзі жаңағы таңдайсың. Мысалы қазір жасылмен жанып тұр. Жасылмен жанып 0,8 кішкентайлау сыммен дәнекерлеуге болады. Ал тағы бір келесі басқан кезде 1 миллиметр. Дәл қазір осы. Бұның аты не ғой? Мик. Бұның аты Мик. Ал мынау тағы да бір таңдауға арналған. Осы мысалға жаңағы ең аз дегені 50 ампермен айдауға болады насында. Бұл неғұрлым дәнекерлейтін темірлерін жұқа болған сайын
осы аздан бастайсыңдар. Көбінесе мынау жұрттың айтуы бойынша, мынаны эксперттердің айтуы бойынша мына аздан бастау керек екен. Егер қалың болып бара жатса, дәнекерлейтін темір, ода барлық мұршасына аяғына дейін келтіргенше басуға болады. Сол қазір біраздан кейін тағы да қосып көрсетуге болады. Мынаның дәнекерлеу несінде дәнекерлеу сапасын байқауға болады. Қазір енді осы мынау дайындап қойдым. Мына өзім керек ететін дәнекерлейтін нәрселерімді қазір біраздан кейін тағы қосып осы роликтің ішіне кіргіземіз.